Қартаймаудың құпиясы көп. Әрине, ұзақ уақыт жас болып жүре беру мүмкін нәрсе емес. Уақыт өз дегенін істейді. Әйтсе де оны біршама тежеуге болады. Мысалы, таяуда психологтар мен диетологтардың ұйымдасқан бір тобы ұзақ жылдар бойы зерттеп, өздері пайдасына жеткізген мынадай бір ереже жасады. Біріншіден, адам аса тойынып, ықылық атқанша тамақ жеуді доғарғаны дұрыс. Ағза тіндерінің жұмыс істеуі мезгілінен бұрын қартаймауы үшін шамадан артық немесе тым кем тамақтанбау керек. Екіншіден, адам өз жасына лайық тамақтанғаны абзал. Мысалы, 30 жасқа дейінгі әйелдер бауыр мен жаңғақ, дәндерді жиі пайдаланса, бетіне әжім кешірек түседі. Ал 40 жастан асқандарға бета-каротин пайдалы. 50-ден асқандар құрамында кальций мен магний мол тағамдарды жиірек пайдаланса болады. Олар сүйекке және жүрек жұмысына пайдалы. Ал жасы 40-тан асқан ер азаматтар ірімшік пен бүйректі жиірек жесе, өздерін аса қажетті селенмен қамтамасыз ете алады. Селен түрлі стресстерді жоюда көмекші. Ал 50-ден асқан соң жүрек пен қан тамырларының жұмысын жақсарту үшін балық етін жиірек жеп тұру керек. Үшіншіден, жасыңыз жетсе, үйленуді кешіктіре бермеңіз. Ғалымдар отбасылы адамдардың өздерінің сүр бойдақ құрбыларынан 14 жасқа дейін кіші көрінетініне көз жеткізген. Өйткені жұбайлық өмір ағзадағы эндорфин аталатын иммундық жүйені қуаттандыратын гормонның жүйе түзілуіне әсер етеді. Төртіншіден, адамның әр нәрсеге өзіндік ұстанымы болған жөн. Мұндай жандар стресске сирек ұрынады, сондықтан мезгілінен бұрын қартаймайды. Бесіншіден, адам үнемі қозғалыста болуы шарт. 10 шақты минут дене шынықтырумен, спорттың бір түрімен шұғылданудың өзі адам өмірін ұзартады. Адам кейбір нәрселерге байланысты қатты ашуланғанда өзін өзі қинап, баспауы, булықтырмауы керек. Кейде, әрине, қажет кезде өз ұстанымын қорғап, айтысқанның да пайдасы бар. Бәрібір түсіндіре алмаймын деп іштей тына бергеннің де денсаулыққа зияны барын ұмытпау керек. Іштен тынатындар кез келген ауруға бейім келеді. Жетіншіден, миды шынықтыру керек. Жас ұлғая келе адамның ақыл-ойы шабандай бастайтынын белгілі. Ал үнемі ұйқыда жүрсе, ол тез ескіреді. Сондықтан миды бір уақыт ой жұмысына салып тұру пайдалы. Мысалы, кроссворд, сканворд шешіңіз, тіл үйреніңіз, шахмат, дойбы, тағы басқа ойнауды, есептеуді қажет ететін жұмыстарды істеңіз. 8-ден, белгілі бір уақыт аралығында өзіңізді қуантып тұрыңыз. Мысалы, ұнаған киімді, басқа да бір затты сатып алыңыз. Көңіліңіз біршама көтеріліп қалады. Мәліметтер ауырмаңыз газетінен алынды.